Павлодар облыстық филиалы ауыл партиясы мен Павлодар облыстық ардагерлер кеңесі арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжатқа Павлодар облыстық филиалының төрағасы, облыстық мәслихат депутаты Болат Аманжолұлы Әменов және Павлодар облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кенже Саудақасұлы Кеңесбаев қол қойды. Меморандумның мақсаты аға буын өкілдерінің қоғамдық бастамаларын қолдау, ардагерлердің өмірлік тәжірибесін жастар тәрбиесіне пайдалану, ұрпақтар сабақтастығын нығайту және өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған бірлескен жобаларды жүзеге асыру. Тараптар алдағы уақытта қоғамдық маңызы бар іс-шараларды бірлесіп өткізуге, ардагерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға, патриоттық тәрбие мен ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған жұмыстарды үйлестіруге келісті. Кездесу қорытындысында тараптар өзара серіктестікті одан әрі нығайтып, өңір тұрғындарының әл-ауқатын арттыру жолында бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендерін білдірді.